Қорқыт дүниеге келер алдында аспанды қара бұлт басып, күн күркіреп, найзағай жарқылдап, сұрапыл қара дауыл соғады. Ел жұртты қатты қорқыныш билейді. Қорқыт туа салысымен қатты соққан жел саябыр тауып, бұлт тарқап, дүние нұр шуаққа малынып жүре береді. Баланың атын азан шақырып, Қорқыт қояды. Қорқыттың дүниеге келуі қандай өзгеше болса, оның бүкіл ғұмыры да сондай ерекше болды. Ол жастайынан ұшқан құспен, жүгірген аңмен, соққан желмен қоса жарысты. Айнала қоршаған табиғатпен ортақ тіл тауып, сонымен бірге өсті.